тақтаға аударайық. Тақтада не көріп тұрсыңдар? Сурет көріп тұрсыңдар, иә? Кәні. Енді осы суретте кімдер бейнеленген? Нелер бейнеленген? Шегіртке, құмырсқа. Жылдың қай мезгілі деп ойлайсыңдар? Қыс мезгілі. Оны қайдан біліп тұрсыңдар? Өйткені жердің бәрі әппақ. Айнала қар. Енді осы шегіртке мен құмырсқаның киіміне назар аударайықшы. Құмырсқа қалай киінген? Құмырсқа қалың тон киіп алған. Қалың тон киінген. Ал шегірттен үстінде шарпы ғана. Ал шегіртке жалаңаш, иә? Енді қалай ойлайсыңдар, қайсы қысқа сай киінген деп өз мезгілінде? Сағыныш? Құмырсқа өйткені жылы тонды киіп алған. Жыл мезгіліне сай киінген. Ал шегіртке ше, Айбек шегіртке сай киінген бе? Ол киінген жоқ. Неге? Ол қысқы дайындыққа дайындалмаған. Дайын емес, ол жалаңаш. Ендеше қалдары қалай болыпты? Дәл қазіргі көңіл күйлері қалай болыпты деп ойлайсыңдар? Фариза, мысалы? Құмырсқа көңілді, өйткені ол қысқа дайындалмаған. Ал шегіртке жаз бойы ән салып жүргеннен кейін ол дайындала алмаған. Жақсы, кім? Рауан, сен ойлашы, шегіртке не істеп тұр? Қарап жүрші, не істеп тұр? Тоңып тұр, тағы не істеп тұр? Жылап тұр. Шегіртке неге жылады екен? Қазір біз көрейік. Бәріміз топпен алдымызға ана тілімізді ашайық. Сонда шегіртке мен құмырсқа деген мысал бар, балалар. Иван Крыловтың шегіртке мен құмырсқа деген мысалы Абайдың аудармасында. Қазір бәріміз қараймыз, топ-топ талқылаймыз. Ол үшін бұнда неше кейіпкер бар деп ойлайсыңдар өзі тұр? Екі кейіпкер кім болуы мүмкін? Ол кейіпкерлер шегіртке, сосын құмырсқа. Енді тағы да кім болады? Үшінші адам автор болады. Ендеше біз өзара төртеуміз бірігейік те осы рөлдерді бөліп алайық. Кім қайсысын алады? Балалар, бәріміз назарымызды мұнда аударайық. Мынау интерактивті тақтаға қарайық. Не көріп тұрсыңдар сендер? Құмырсқаны көріп тұрсыңдар. Құмырсқа ненің ішінде тұр? Шеңбердің ішінде. Шеңбердің түсі қандай? Сары. Келесі суретке қарайық. Мына жерден кімді көріп тұрсыңдар? Шегіртке. Шегіртке ненің ішінде тұр? Шеңбердің. Оның шеңбері қандай? Жасыл. Неге екеуінің шеңбері екі түрлі? Өйткені ол екеуінде Кәне Гүлнұр айтады. Неге шегірткенікі жасыл деп ойлайсың шеңбері? Шегіртке әлі не деп жүр? Әлі ол әлі қай мезгілде жүр? Жаз мезгілі деп жүр. Әлі жаз мезгілі деп жүр. Күзге ешқандай дайын емес. Ал құмырсқа неге сарғыш? Өйткені ол күзде қысқа дайындалған. Күздің болғанын біліп тұр. Әрі қарай. Міне мұнда қараңдар. Мынау екі суретте шегіртке мен құмырсқа келешекте қандай мезгіл келе жатыр? Қыс. Осы қысқа кім қаншалықты дайын деп ойлайсыңдар? Жаңағы сендер неге құмырсқа дайын? Өйткені ол қысқа дайындалған. Дайындалған. Тағы кім айтады кәні? Және оның қысқа балың азығын жинамаған, шегіртке жинамаған. Иә, тағы кім айтады? Айым, сен қоса қош. Шегіртке жаздай ән салып. Ән салып бөлайды. Сағыныш, сен не қосасың? Ол шегіртке күздің болмайтынын біліп, қыстық азығын жинамаған. Фариза? Ол жаз бойы ән салғаннан кейін ол дайындалмаған. Рауан, кәне сен не қосасың? Шегіртке мен шегіртке қандай, құмырсқа қандай? Кәне шегіртке қандай? Ол еңбекшіл емес. Иә, ал құмырсқа еңбекші. Қайсы жақсы деп ойлайсың осыны? Құмырсқаны қолдайсың. Неге құмырсқаны қолдайсың сен? Өйткені ол қысқы азығын жинады. Иә. Ал шегіртке болса қысқада дайын емес. Айбек, сен айта қойшы, екеуінің қайсының өмірі қыста жақсы болады деп ойлайсың? Шегірткенікі ме, құмырсқаныкі ме? Неге жақсы болады? Өйткені ол қысқы дайындыққа дайындалған, ал шегіртке дайындалған. Ал шегірткенің өмірі қалай болады деп ойлайсыңдар қыста? Соқпен өмірі. Иә, біз бағана суретте көрдік қой жылап тұрған. Неге жылап тұр екен ол? Ол тоңып тұр. Суға тоңған, қарны ашқан, иә? Ендеше қазір біз шегіртке мен құмырсқа мысалындағы шегірткені және құмырсқаны
саралап, мынау Вен диаграммасына салып көрейік. Вен диаграммасымен бұрында жұмыс жасадық қой, иә? Бір жағына шегірткенің қасиеттерін жазамыз, бір жағына құмырсқаның қасиеттерін жазамыз, ал ортасына екеуіне ортақ қасиет жазамыз. Кәнекей, барлығымыз кітапты шетіне жинап қояйық. Кітапты шетіне қоя тұрайық. Болды, Анита? Тоқ ұстанымын естен шығармайық. Бірінші ұйымшылдық керек дедік, е? Әркімнің пікірі құнды дедік. Ал ішінде нелердің мұнамен жазасындар? Ананың ішіне уақыт аяқталды. Әрқайсымыз өз орнымызға отырайық. Кәне, орындарыңа отырыңдар. Кәне, болдық па? Кәне, мен сұраймын. Өте жақсы білімділер тобы болыпты. Сұңқарлар қолшы. 1, 2. Өте жақсы, 2 топта болыпты. Ендеше, кәне, сөз ең бірінші біткен. Бізде білімділер ме? Келе қойыңдар қорғауға. Сендерде кім қорғайды? Мен. Ал, Гүлнұр. Шерікке қысқа дайындалмаған. Ол жаз деп жүре берген. Шерікке жалқау. Шерікке жаз бойы ән салып жүре берген. Ол қыс болатынын білмеген. Ол күз бойы гүл айтып, ән айтып жүре берген. Әрі қарай. Құмырсқа еңбекшіл. Құмырсқа қысқа дайындалды. Тамағын қысқа дайындалған. Ол еңбек еткен. Ол жалқауланбаған. Еңбек еткен және ол қысқа дайындалатын болды. Енді екеуіне ортақ қасиетті. Екеуі де жанды. Екеуі де күз мезгілі туралы айтылған. Жақсы. Рауан, сен не қосар едің? Қоса ғой, айта ғой. Не айтасың құмырсқа, шегіртке туралы? Айта ғой, Рауан. Құмырсқа туралы не айтасың? Шегіртке жаз деп жүре беріп, жүре берген. Ал құмырсқа ше? Құмырсқа ол еңбек етіп, қысқа дайындалған. Дайындалған. Жақсы. Сұңқар тобын тыңдайық, қайда бастай ғой. Шегіртке жалқау. Шегіртке жаз бойы, күз бойы ән салған. Шегіртке дайындалмаған. Сондықтан қысқа тоны берген. Шегіртке қысқа дайындық жасамаған. Ал құмырсқа керісінше? Өз сөзімен әші мағын қарып, иә. Қысқа дайындалған. Көрсетіп қояды да, жай. Қысқа дайындалған. Құмырсқа еңбек қор. Ал құмырсқа дайындалады. Құмырсқа еңбекқор ақылды. Құмырсқа күшті және ұйымшыл бірігіп жұмыс істейді. Екеуіне ортақ қасиет не? Кәне, кім айтады? Екеуі де жер бетінде өмір сүреді. Өте жақсы. Екеуі де жәндік. Өте жақсы. Қысқа дайындыққа мән. Ал айым қоса ғой. Екеуі қысқа дайындық жайлы айтуда. Қысқа дайындық туралы айтылады. Біреу дайындалсын, біреу дайындалмасын, бірақ қыстың дайындығы туралы айтылған, е? Сондықтан да екеуіне ортақ қасиет осы екен. Жарайды.
Балалар, біз Вен диаграммасына түсірдік, өзіміздің білгенімізше, енді бұл жерде де көп еңбектенгенсіңдер, топпен жұмыс жасағансыңдар, еңбектеріңді бағалай келе, әлі де шамалы бұл нені жетілдіру керек деген ой түйіп, сендерге бір қызыл стақан беруді жөн көріп тұрмын. Келесі сабақтарда бұдан да нақты айтатын боламыз, бұдан да көбірек жазатын боламыз. Негізгі жалпы бағыттарың өте дұрыс.